Кезінде бір клубты басқарсам деген ойым бар деп айтып едіңіз. Бар. Әлі де сол... Енді мен қазір бір екі ұсыныс түскен, ол екеуінен бас тарттым. Өте қиын сондай бір жағдайлар болып тұр енді ол. Бірақ түбінде әйтеуір бір жақсы клуб шақырса барасыз. Әрине. Менде қазір жақсы бір ұсыныс бар. Мен қазір соны ойланып отырмын, расын айтқанда. Енді көріп отырсыз ғой, мына футбол федерациясында істеу, мынау қазір журналистикада жүрміз, неше түрлі әңгімелер айттық, футбол дамытайық, подкастқа бардық. Қазір бізді жек көретін адамдардың саны көбейіп жатыр, анау кландар бүйтіп жатыр, мынау клан. Тәуелсіз болып, елдің алдында жүріп, қанша батырлық жасап, осы көзсіз неше түрлі нәрселерді айттық. Соның барлығының енді түбінде біреудің есінде қалар, біреудің есінде қалмайды. Өмір бақи жүре алмайды екен, мен көзім жетті. Сондықтан футбол клубына барып, сол өңірдегі футбол клубына әсіресе маман болып барып, Еуропа футболын білетін, көрген, осы матч менеджментті, ұйымдастыру жұмыстарын көріп кеп, мен соны неге жасамаймын? Жасап, соған еңбегімді, қасиетін бәрін арнасам, бәлкім нәтиже көретін шығармыз. Клубтық футболда мен әлі жұмыс істеп көрген жоқпын, шын айтқанда.